Есімім Дулатұлы Жәнібек. Бұл Қазақстан тарихы екіншісі үш тапсырмасы. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романы. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романы қазақ әдебиетіндегі ең сиқырлы, ең қорқынышты әрі ең әсерлі шығармалардың бірі. Мен бұл кітапты алғаш қолға алғанда тарихи детектив екен, 2 күнде оқып тастаймын деп ойлағам. Бірақ 3,5 күннің ішінде оқып бітіргенде өзімді мүлде басқа адамдай сезіндім. Кітап біткен соң 1 апта бойы кейіпкерлердің дауысы құлағымнан кетпеді. Түнде ұйықтар алдында Қарашораның соңғы монологы қайталана берді. Тіпті кейде көзімнен жас шығып кетті. Бұл кітап тек оқиға айтып қоймайды. Ол жүректі тесіп, сананы улайды, адамды өзімен өзі бетпе-бет қалдырады. Өткенімізді, бүгінімізді, болашағымызды қайта ойлануға мәжбүрлейді. Көптеген әдебиет зерттеушілері бұл романды қазақ прозасының шедеврі деп бағалайды. Өйткені ол тек тарихи оқиғаның қабығы ғана емес, адам психологиясының тереңінде жатқан қараңғы жақтарын, кек құмарлықтың мәңгілік шеңберін, бірліктің жоқтығынан туған қасіретті ашады. Романда кездейсоқтық дауылының салдары ретінде тағдырдың жаңқауы, ал адам трагедиясы бүгін халықтың қасіретімен байланыстырылады. Бұл шығарма оқырманды бірден баурап алады да соңғы бетіне дейін тынысын тарылтып ұстайды. Өйткені әр тарау жаңа құпия ашады. Әр кейіпкердің ішкі әлемі күрделі әрі шынайы. Кітаптың тілі соншалықты әдемі әрі дәл, әр сөз орнында тұр, әр теңеу жүрекке тиеді. Мағауиннің шеберлігі ол қарапайым сөздермен қорқынышты, ауыр, кейде тіпті үмітсіз шындықты суреттейді. Бірақ оқырманды үмітсіз қалдырмайды. Романды оқыған сайын жаңа қыры ашылады. Бірінші оқуда детектив ретінде қызықты, екінші оқуда философиялық трактаттай терең, үшінші оқуда ұлттық трагедияның айнасына айналады. Романның оқиғасы 1956 жылдан 1957 жылдардағы ең қасіретті кезеңде өтеді. Бұл Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның жарасы әлі жазылмаған, жоңғарлар кіші жүзді толық басып алған, Абылай хан тұтқында отырған Әбілқайыр хан 1748 жылы өлтірілгеннен кейін ел іші быт-шыт болған шақ. Қазақ ауылдарының кейбірі жоңғарға бағынып, салық төлеп, тыныш өмір сүруге мәжбүр, кейбірі тау-тасқа қашып, партизандық соғыс жүргізіп жатыр. Осы ауыр кезеңнің ортасында бір ауылда бір түнде 7 адам жұмбақ жағдайда қаза табады. Автордың өзі бұл оқиғаның шынайы тарихи факт екенін, сол кездегі құжаттарда тіркелгеннің ауыл аты мен кейіпкерлердің прототиптері бар екенін айтады. Яғни, біз қазір мистикалық детектив оқып отырған жоқпыз. Біз 18 ғасырдың нағыз қанды шежіресін оқып отырмыз. Бұл оқиға қазақ-жоңғар соғысының ішкі салдары ретінде көрсетіледі. Мұнда сыртқы жау емес, ішкі алауыздықтың қаупі негізгі тақырып болады. Ауылдағы әр адамның өлімі бір-бірімен байланысты. Әр өлімнің артында кек, опасыздық және құпия бар. Оқиға бір түнде болғанымен, оның тамыры 10-даған жылдарға кетеді. Бұл 7 өлім тек бастама саны. Артында бүтін ұрпақтың қасіреті жатыр. Оқиғаның қарқындылығы соншалық, әр бетті аудару қорқынышты, әрі қызықты. Енді не болады деген сұрақ қолдан кітапты түсірмейді. Мағауинның шеберлігі ол
бір оқиғаны ғана емес, сол оқиғаның артындағы бүтін дәуірдің рухын, қазақтың дала философиясын, өмір мен өлімнің мәңгілік күресін береді. Шығарманың негізгі идеясы қарапайым әрі қатыгез. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Ел ішіндегі алауыздық, опасыздық, кек құмарлық, өзімшілдік сыртқы жауға қарағанда қауіптірек. Мағауин оқырманға бірнеше ауыр сұрақ қояды. Неге қазақ өзін өзі жейді? Неге кек алу салты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып ешқашан бітпейді? Неге шындықты іздеген адамның өзі күнәһар болып шығады? Неге билер мен батырлар жеке бастың қамын ойлап, халықтың мүддесін құрбан етеді? Неге қазақтың даласы ғасырлар бойы қанға малынып жатыр? Бұл сұрақтар 18 ғасырда ғана емес, қазіргі күнімізде де өртеніп тұр. Автор ешқашан тікелей айтпайды, бірақ оқырман өз жүрегімен жауап береді. Мағауиннің ішкі концепциясы мықты жазушы екені осында көрінеді. Ол батыс пен шығыстың көне мен жаңаның синтезін жасап, қазақ прозасын жаңа деңгейге көтерген. Романда кездейсоқтық дауылының салдары ретінде тағдырдың жаңқауы, ал адам трагедиясы бүтін халықтың қасіретімен байланыстырылады. Кейде бір кішкентай күнә бүтін ауылды, бүтін ұрпақты құртады деген ой кітаптың әр бетінде сезіледі. Бұл шығарма тек өткенді ғана емес, қазіргі қоғамдағы кек құмарлық, алауыздық, опасыздық сияқты мәселелерді де айнадай көрсетеді. Оқып отырып, біз сол кездегіден қаншалықты алыстадық деген сұрақ туылады. Менің ойымша жауабы өте ауыр. Көп нәрсе өзгерген жоқ. Кейіпкерлер тірі, тыныстап тұрғандай. Сырымбай 25 жастағы жас жігіт. Ақылды, өткір, шындық іздеген, бірақ өзін тым жоғары санайтын мақтаншақ кекшіл. Ол жұмбақ өлімдердің сырын ашу үшін бар ауылды аралайды. Әркімді күдікті санайды. Соңында өзі де күнәһар болып шығады. Оның ішкі монологтары сол кездегі қазақ жастарының трагедиясын толық ашады. Мен не үшін өмір сүремін? Бұл елде шындық бар ма? Әділет бар ма? Деп сұрақ қояды. Қара шора, қарт би, дана, сабырлы, бірақ ішінде оттай жанған кек бар. Ол ондаған жыл бойы жоспар құрып, бір түнде 7 адамды өлтіреді. Оның соңғы мойындауы қазақ әдебиетіндегі ең ауыр, ең қасіретті монологтардың бірі. Мен сол жерді оқығанда кітапты қоя тұрып, өлмені аралап кеттім. Жүрегім сыздап кетті. Жәнібек батыр нағыз қазақ батырының үлгісі. Қайсар, адал, бірақ ашуына ерік беріп, кек құмарлығы оны да құртады. Ақбота Сырымбайдың сүйген қызы. Мінезі қатты, дәстүрге бағынбайтын батыл. Оның тағдыры да қасіретті. Шолпан жұмбақ келіншек, сыпайы, ақылды. Оның кек улы жылан сияқты. Оны қолға алсаң, алдымен сені шағады деген сөзі бүкіл романның философиялық өзегіне айналған. Бұл кейіпкерлердің жанрлық сипаты ерекше. Олардың қайталанбас ерекшелігі тарихи шынайылық пен психологиялық тереңдіктің үйлесімі. Бұл шығарманы талдау кезінде қиындық келтіреді, бірақ сонысымен құнды. Романда тіпті екінші пландағы кейіпкерлердің де, мысалы, Ораз Мұхамед, Шығай бай, қарт әйелдер, бала-шаға, әрқайсысының өз тарихы, өз ауыртпалығы бар.
Олардың әр сөзі мағыналы. Олардың әрқайсысы бүтін бір дәуірдің айнасы. Мысалы, Ораз Мұхаммедтің опасыздығы, Шығай байдың ашкөздігі, қарт әйелдердің даналығы бәрі қазақ қоғамының әр қырын көрсетеді. Романда 18 ғасырдың салт дәстүрлері керемет шынайы бейнеленген. 7 адам өлсе, 7 күн, 7 түн ас беру, қара шаңырақ дәстүрі, құда түсу, қалың мал, 7 ата ережесі, қанға қан кек алу, аруақ шақыру, көз тию, жын шайтанға сену, өлікті 7 рет аунату, қарға тамырлы қазақ деген мақалдың шығу төркіні, құда түсіп келгенде қыздың бетін ашу рәсімі, қыз алып қашу, қалыңдықтың жасауы, жесір дауы, ата-ана құқығы, жаназа, құран оқу, құрбан шалу, құдай тамақ, қонақ күту, ағайын туыс деген ұғымдардың терең мағынасы бәрі де дәл сол кездегі қалпында. Автор бірде-бір детальді ойдан шығармаған, бәрі тарихи деректерге сүйенеді. Роман 2 кітаптан тұрады. Шоқтығы биік шығарма ұлттық дәстүрлердің көрінісі арқылы қазақ хандығының Ресей, Иран, Бұхара, Сібір хандықтарымен қатынастары сипатталады. Бұл шығарманың тарихи ауқымын кеңейтеді. Тіпті ауылдағы малдың иісі, оттың жалыны, қыстың қақаған суығы, жаздың ыстығы бәрі сезіледі. Оқырман сол дәуірдің ішіне толық кіріп кетеді. Кітапты оқығанда ауылдағы қараңғы түн, қорқынышты үнсіздік, аруақтардың сыбыры бәрі шынайы. Мен бұл кітаптан 10 шақты жаңалық аштым. Біріншіден, 18 ғасырда қазақ ауылында сериялық өлтіруші болғаны рас екенін білдім. Екіншіден, кек алу салтының қаншалықты қауіпті әрі шексіз екенін жүрегіммен сезіндім. Бір кек екіншісін туғызып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете береді. Үшіншіден, қазақ билерінің арасындағы опасыздық пен сатқындық тарихымызда қаншама рет қайталанғанын айқын түсіндім. Төртіншіден, биліктің жоқтығынан қаншама батыр және дана құрбан болғанын көзіммен көргендей болдым. Бесіншіден, шындықты іздеген адамның өзі күнәһар болып шығатынын, кейде шындықты білу тіпті қажет емес екенін ұқтым. Алтыншыдан, қазақтың жын шайтанға, аруаққа сенуі тек ырым емес, сол кездегі психологиялық қорғаныс екенін түсіндім. Жетіншіден, әйелдердің сол кездегі қоғамдағы орны мен күресі туралы көп ойландым. Ақбота мен Шолпан сияқты кейіпкерлер қазіргі феминизмнен кем түспейді. Сегізіншіден, романның орысша, ағылшынша аудармалары бар екенін, әлемдік әдебиетте қазақ прозасының орнын бекіткенін білдім. Тоғызыншыдан, Мағауиннің шығармашылығына талдау жетіспегенімен, Аласапыран үшін зерттеу көп. Өйткені ол қазақ романының психологиялық талдауындағы үлгі. 10-шыдан, қазақтың кек алу салтының қаншалықты қатыгез екенін, бірақ сол арқылы әділетті сақтауға тырысқанын түсіндім. 11-шіден, қазақтың дала философиясы, өмір, аласапыран деген ойдың тереңдігін сезіндім. 12-шіден, қазақтың қарғыс ұғымын қаншалықты ауыр екенін, бір ауыз қарғыстың ұрпақтарға әсер ететінін ұқтым. Маған ұнаған үзінділерді мәнерлеп оқығанда даусым дірілдейді. Біріншісі, Қарашораның соңғы мойындауы. Мен өлтірдім, бәрін мен өлтірдім.
Алланың қарғысы маған түсті. Бірақ мен оларды өлтірген жоқпын. Мен тек кек алдым. Кек қайтады екен ғой. Бұл қарғыс, мәңгілік қарғыс. Бұл сөздерді оқығанда көзімнен жас шықты. Мұнда бір адамның бүкіл өмірінің күнәсі мен өкінішінің қорытындысы тұр. Екіншісі Сырымбайдың ішкі монологы. Адам баласы не үшін осылай, не үшін бір-бірін өлтіреді, не үшін бір-біріне опасыздық жасайды. Жоңғар келсе бірігіп соғысар едік қой. Неге өзімізді жейміз? Неге біздің даламызда қанша ғасырдан бері қан төгіліп жатыр? Бұл сұрақтарды оқығанда жүрегім қатты ауырды. Өйткені олар қазір де өзекті. Үшіншісі Шолпанның сөзі. Кек улы жылан сияқты. Оны қолға алсам, алдымен сені шағады. Кек алған адам ешқашан тыныштық көрмейді. Ол мәңгі жалғыз қалады. Бұл романның философиялық қорытындысы. Төртіншісі Ақботаның Сырымбайға айтқан сөзі. Сен шындық іздеп жүрсің бе? Шындық деген қара тас сияқты. Сен оны қолына алсаң, қолыңды күйдіреді. Лақтырсаң, басыңды жарады. Бесіншісі ауылдың қарттарының сөзі. Біздің даламызда қанша ғасырдан бері қан төгіліп жатыр. Бірақ біз әлі де бірлікті үйренбегенбіз. Алтыншысы Жәнібек батырдың соңғы сөзі. Мен батыр болдым, бірақ жүрегімде кек болды. Кек мені жеңді. Кітапты оқу кезінде көңіл күйім 10 рет өзгерді. Бірінші жүзбет қызығушылық, екінші жүзбет қорқыныш, үшінші жүзбет шошу. Ал соңына қарай қайғы мен өкінішті сезіндім. Кітап біткен соң 2 күн сөйлей алмай жүрдім. Достарым, саған не болды? деп сұрады. Роман моральдық өзгерістерді өсу мен өшуді көрсетеді. Бұл менің сезімдерімді растайды. Кітапты жауып қойғанда менің өмірімде де осындай күнә бар ма деп ой тастады. Бұл кітапты достарыма, туыстарыма, сыныптастарыма, тіпті мұғалімдеріме де ұсынар едім. Біріншіден, қазақтың тарихын қызықты, әрі тез оқылатын түрде білгісі келсе. Екіншіден, қараш-қараш оқиғасын шынайы түрде түсінгісі келсе. Үшіншіден, тек ауыр романдар ғана емес, жеңіл әрі қолдан түспейтін керемет кітап бар екенін көрсеткім келеді. Төртіншіден, кек алудың қаншалықты қауіпті екенін, бірліктің маңызын сезінсін деп. Бесіншіден, қазақ әдебиеті деңгейі жағынан әлемдік классикамен иық тіресе алатынын дәлелдегім келеді. Алтыншыдан, әр қазақ жастары өзінің кім екенін, қайдан келгенін түсінсін деп. Жетіншіден, Мағауиннің батылдығын, әсіресе 2011 жылы Жаңаөзен оқиғасына қатты сын айтқанын, үкіметті кінәлағанын, тіпті еліміз әлі тәуелсіз емес деген ой үшін қудаланғанын біліп, оның шыншылдығын мойындасын деп. Сегізіншіден, әр адам өз өмірінде кек алудың қаншалықты ауыр екенін түсінсін деп. Тоғызыншыдан, қазақтың дала философиясын сезінсін деп. Оныншыдан, әркім өзінің ішкі қара шорасын танысын деп. Автор Мұхтар Мағауин 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында дүниеге келген. Филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның халық жазушысы,
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Аласапыран романы үшін 1980 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығын алған. 100-ден астам кітаптың авторы. Ең танымал шығармалары Шыңғысхан, Қыпшақ аңызы, Жармақ, Мен, Тазының өлімі, Күлтегіннің көлеңкесі. Ол қазақ тарихын терең зерттеген, ұлттық санаға өлшеусіз үлес қосқан жазушы. Оның эрудициясы мен мәдениеттілігі Әуезов даналығын жалғастырушы ретінде бағаланады. Аласапыран 1960-1990 жылдардағы қазақ әдебиетінің жаңа толқын бағытының жарқын үлгісі. Осы кезеңде жазушылар социалистік реализмнің қысымынан шығып, шындықты ашық жаза бастады. Тарихи тақырыпқа бет бұрды. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы, Әбіш Кекілбаевтың Елен алаңы, Қабдеш Жұмаділовтің Дарабозы, Олжас Сүлейменовтің Ас Ия кітабы осы дәуірдің үздік туындылары. Тарихи романдар ұлттық сана мен мақтанышты қалыптастыруда аса маңызды рөл атқарды. Олар арқылы жастар тарихты оқулықтан емес, көркем шығармадан тереңірек түсінді. Өзін ұлттың бір бөлшегі ретінде сезінді. Мағауиннің шығармаларына талдаудың жетіспеушілігі байқалады. Бірақ Аласапыран үшін зерттеу мен талдау көп. Өйткені ол қазақ романының психологиялық талдауындағы үлгі. Қорытындылай келе, Аласапыран тек детектив емес, бүкіл қазақ халқының тағдыры, күнәсі мен кешірімі, бірлігі мен алауыздығы, қасіреті мен үміті туралы мәңгілік шығарма. Бұл кітапты оқыған әр адам өзін, өз ұлтын, өз тарихын жаңаша таниды. Мұхтар Мағауиннің бұл романы қазақ әдебиетінің мәңгілік классикасы болып қала береді. Әр ұрпақ қайта-қайта оралатын қасиетті кітапқа айналды. Бұл шығарма әр оқырманның жүрегінде мәңгі қалады. Аласапыран романмен қоштасқанда адамның іші толмайды. Кітап бітсе де, оның даусы кейіпкерлерінің көз жасындай мөлдір, қаныңдай қара даусы құлақтан кетпейді. Бұл шығарма тек бір ауылда болған жеті адамның жұмбақ өлімі туралы емес. Бұл бүкіл қазақ халқының жүрегіндегі мәңгі жазылмайтын жара туралы роман. Мұхтар Мағауин осынау қасіретті кітапта біздің ұлттық болмысымыздың ең ауыр, ең қараңғы, бірақ сонымен бірге ең шынайы қатпарларын ашып берді. Романның ең басты күші ол ешқашан жалған үміт сыйламайды. Автор оқырманды ертегімен алдамайды, бәрі жақсы болады деп жұбатпайды. Керісінше бізді бетпе-бет қояды. Міне, біз осындаймыз. Біздің даламызда ғасырлар бойы қан төгіліп келеді. Себебі біз бірлікті үйренбегенбіз. Біздің ең үлкен жауымыз сырттағы жоңғар емес, ішіміздегі кек, мақтаншақтық, опасыздық және өзімшілдік. Қара шорамен қолмен өлген жеті адамның әрқайсысы біздің ұлттық ауруымыздың бір симптомы. Олардың өлімі біздің рухани өліміміздің айнасы. Бірақ Мағауиннің даналығы ол бізді айыптап, масқаралап қана қоймайды. Ол бізді түсінуге шақырады. Қара шораны жек көруге болмайды. Ол кек құрбаны, өзі кек құрбаны болған соң кек құлына айналған қария. Оның соңғы монологы қазақ әдебиетіндегі ең қасіретті, ең адамгершілікті шын. Ол айғайлап тұрып мойындайды. Кек қайтады екен ғой, бұл мәңгілік қарғыс.
Бұл сөздерді оқығанда әр қазақтың жүрегі сыздайды. Өйткені біздің әрқайсымыздың ішімізде кішкентай ғана қарашора отыр. Кейде ол ұйықтап қалады, ұйықтап жатады, кейде оянып бізді улайды. Сырымбайдың трагедиясы да бөлек әңгіме. Ол шындық іздеген жас, бірақ ақылды, бірақ тәкаппар. Ол әділетті іздеймін деп өзі әділетсіздікке ұрынады. Оның соңындағы өкініші біздің бүгінгі жастарымызға сабақ. Шындықты іздеу қасиетті іс, бірақ оны іздегенде адам өзін де жоғалтып алуы мүмкін. Кейде шындықты білмеген артық, кейде үндемей, кешіріммен ғана өмір сүруге болады. Шолпанның кек улы жылан сияқты, оны қолға алсаң, алдымен сені шағады деген сөзі романның жүрегі іспетті. Бұл сөзді оқыған сайын жүрегім түршікті. Өйткені біздің қоғамымыз әлі күнге дейін сол улы жыланды қолынан тастамай келеді. Біз әлі күнге кек аламыз. Әлеуметтік желіде, отбасында, ауылда, жұмыста. Біз әлі күнге қанға қан деп өмір сүреміз. Ал Мағауин 45 жыл бұрын осыны айтып кеткен. Романның тағы бір ғажабы оның тілі мен стилі. Мағауин қазақ прозасына жаңа тыныс әкелді. Ол әр сөзді алтынмен өлшеп қояды. Оның сипаттаулары соншалықты шынайы. Қыстың суығы терінді теседі. Жаздың ыстығы миды теседі. Қайнатады. Қараңғы түннің қорқынышы жүректі қысады. Оның диалогтары нағыз қазақтың тілі. Бірақ әдеби тілдің биік үлгісі. Оқыған сайын тіл байлығына, сөздің дәлдігіне таңғаласың. Аласапыран ұлттық сана үшін жасалған ең ауыр, ең қажетті операция сияқты. Ол біздің жүрегіміздегі іріңді ашады, қанын сорғызады, бірақ сол арқылы сауықтырады. Кітапты жауып қойғанда адам тазарып шығады, іші күйіп кетеді, бірақ сол күйік рухани күйік. Ол күйіксіз біз ешқашан өспейміз. Бұл романды оқыған әр қазақ өзін тануға міндетті. Себебі бұл кітап біздің ұлттық паспортымыз, біздің ДНК-мыздың қара беттері осында жазылған. Бірақ сонымен бірге үміт те бар. Егер Қарашора сияқты қариялар өкініп өмірден өтсе, демек біздің де өкінуге, түзелуге мүмкіндігіміз бар деген сөз. Егер Сырымбай секілді жастар шындықты іздесе, демек ертеңгі күнімізде әділет болуы мүмкін деген сөз. Мен Аласапыранды оқығаннан кейін бір апта бойы түнде ояндым. Кейде Қарашораның дауысы естілгендей болды. Кейде Сырымбайдың неге өзімізді жейміз деген сұрағы миымды кеміреді. Бірақ сол түндердің әрқайсысында бір нәрсені түсіндім. Ол бір нәрсе, біз әлі күнге дейін сол ауылда өмір сүріп жатырмыз. Тек жоңғардың орнына басқа жаулар келді. Тек 7 адамның орнына мыңдаған адам өліп жатыр. Бірақ мәселе сол кездегідей бірліктің жоқтығында. Сондықтан Аласапыран мәңгілік шығарма. Ол әр ұрпаққа қайта-қайта оралады. Әр ұрпақ оны өз қасіретімен оқиды. Әр ұрпақ одан өз сабағын алады. Біреуі кек алмауды үйренеді. Біреуі шындықты іздеудің қаупін түсінеді. Біреуі бірліктің қадірін біледі, ал біреуі жай ғана жылайды. Бірақ ешкім бей-жай қалмайды. Мұхтар Мағауинға басымды иемін.
Ол біздің ұлттық ар ожданымыздың дауысы болды. Ол бізге айна ұстады. Қараңғы, қанды, бірақ шынайы айна. Сол айнаға қарай алған адам ғана шынайы қазақ болмақ. Сол айнаға қарап, өзің таныған адам ғана ертеңгі күні ұлтын құтқара алады. Аласапыран қазақтың қасіретті кітабы, бірақ сол қасіреттің ішінде үлкен махаббат жатыр. Ұлтына, тіліне, тарихына деген шексіз махаббат. Сондықтан бұл кітапты оқыған әр адам аз да болса өзгереді. Аз да болса жақсырақ болғысы келеді. Аз да болса кек алудан бас тартады. Аз да болса кешіруді үйренеді. Мен осы кітапты оқығаннан кейін бір шешім қабылдадым. Енді ешкімнен кек алмаймын. Егер біреу мені ренжітсе, қара шораны есіме аламын. Егер біреуге ашулансам, шолпанның сөзін қайталаймын. Егер шындық іздеп ашуға булықсам, Сезімбайдың тағдырын ойлаймын. Аласапыран мені өзгертті. Ол менің жүрегімде мәңгі қалады. Әр қазақтың жүрегінде қалуға тиіс. Рахмет саған, Мұхтар аға. Рахмет саған, Аласапыран. Сен бізді өлтірдің, бірақ сол арқылы тірілттің.